Сәлем достар! Ағылшын тілін білмей жұмыс жасауға болады ма? Мүмкін, бірақ жоғары жалақы төленеді ме? Бүгін біз ағылшын тілін қажет ететін 5 заманауи және қызықты мамандық жайлы айтатын боламыз. Бірақ видеоны бастамас бұрын міндетті түрде біздің YouTube каналымызға тіркеліп кет. Себебі бұл каналдан сен ұбт-ға қатысты ең маңызды ақпараттарды таба аласың. Ендеше кеттік, бастаймыз. Елімізде күн сайын күрделі атаулары бар мамандықтар пайда болады. Көптеген шетелдік компаниялар құрылады. Бірақ сол компанияларда жұмыс істеу үшін ағылшын тілін білу міндетті. Әрине, қазір біз видеода сендерге $1 000 табатын мамандық жайлы уәде етпейміз, бірақ дегенмен біліміне қарай 150-200 мыңнан асатын мамандық жайлы айтатын боламыз. Бірінші мамандық программистер-тестерлер, яғни IT саласы. IT саласында ағылшын тілін білмеу қате. Сен халықаралық корпорацияларда ғана емес, тіпті отандық компанияларда ағылшын тілін білмесең жұмыс істей алмайсың. Біріншіден, сайтты құру немесе тестілеу барысында түстер мен формалардың қарапайым атауларынан күрделі терминдерге дейін барлығы ағылшын тілінде беріледі. Екіншіден, техникалық тапсырмалар ағылшын тілінде жазылады. Сонымен қатар, ақпараттық технологиялар күн сайын дамып келе жатыр. Сол үшін де ағылшын тілін білу міндетті. Ал егер де фрилансқа жұмыс істегің келсе, фрилансқа көшкің келсе, онда сен смело жұмыс таба аласың. Екінші мамандық саған жағымды эмоция, шетелге сапарлар, жоғары жалақы, атақ, даңқ беретін мамандық журналистер мен тілшілер. Бұл мамандықтың жазушылардан айырмашылығы, олар көпшілік алдында сөйлейді және мақалаларының авторлық құқығы болады. Журналистер мақала жазғанда оны ағылшын тілінде жазу керек. Егер де сен журналист болып шетелге шықсан, онда саған ағылшын тілін білу міндетті, себебі сен жергілікті тұрғындармен сөйлесесің ағылшын тілінде. Сонымен қатар солардан соңғы жаңалықтарды біліп алуын қажет. Үшінші мамандық ірі компаниялардың менеджерлері. Бұл санатқа клиенттермен жұмыс істеу, сату, жабдықтау және тағы басқа менеджерлар кіреді. Ірі компаниялар үлкен тәжірибесі бар адамдарды жұмысқа қабылдайды. Ал жоғары оқу орнын бітірген түлектер шағын компанияларда жұмыс істеуге мәжбүрлі. Ірі компаниялар не себепті университетті бітірген түлектерді жұмысқа алмайды? Себебі оларды ағылшын тілін үйрену алаңдатпайды. Ал айтыңдаршы енді, егер де олар ағылшын тілін білмесе, олар болашақта қалай халықаралық компанияларда шетелдік серіктестермен, ағылшын тілді клиенттермен қарым-қатынас жасайды. Төртінші мамандық маркетологтар. Біздің елде маркетолог кең профильдегі маман. Олар нарықтағы жағдайды талдайды, жаңа өнімдерді дамытады, мақсатты аудиторияны зерттейді, сауалнамалар жүргізеді. Айта берсең, өте көп. Маркетинг саласында терминдер ағылшын тілінде болады, ал егер де сен тіл білсең, онда оларды бірден ұғына аласың. Маркетинг бойынша кітаптар ағылшын тілінде шығады. Сонымен қатар, егер де сен шетелдік компанияларда жұмыс істегің келсе, солардың тәжірибелерін зерттеп, ағылшын тілін білу арқылы сол жерде жұмыс істей аласың. Бесінші мамандық экономистер мен қаржыгерлер. Соңғы 10-15 жылда еңбек нарығында экономистер мен қаржыгерлер толып кетті. Әрине, бұл сенімді және тұрақты мамандық, бірақ та жұмысқа қабылдаушы адам түйіндемені оқыған кезде барлығы бірдей. Туған жері, оқыған жері, анау-мынау. Сол кезде ол кандидаттардың артықшылықтарын салыстыра бастайды. Егер де сен ағылшын тілін біліп жатсаң, әрине, сен жұмысқа бірінші өтіп кетесің. Сонымен қатар, біздің елімізде шетелдік капиталы бар банктердің үлесі артып келе жатыр. Егер де сен ағылшын тілін білсең, онда қаржылық есептілікті, яғни отчетты ағылшын тілінде айта аласың, ағылшын тілінде бересің, сонымен қатар презентация, жиналыстарды да жүргізе аласың. Бұл ағылшын тілін қажет ететін мамандықтардың бір бөлігі ғана. Айта берсең, өте көп.
Ал егер де сен осы мамандыққа оқуға түскің келсең, онда ағылшын тілін білу ауадай қажет. Мысалы, біздің елімізде көптеген университетте сабақтар ағылшын тілінде өтеді. Айтатын болсақ, олар СДУ, КБТУ, МУИТ, АЙТУ және де тағы да басқа университеттер. Сол жердегі сабақтарды түсіну үшін студенттердің деңгейі кем дегенде B1 болу керек. Прикинь, сен қаншама жыл бойы грантқа түсуге дайындалдың, грантқа түстің, одан кейін ағылшын тілін білмегенің үшін бірінші семестрден құлап қалдың. Сол үшін біз оқушыларымызды ағылшын тілінен дайындаймыз деп шештік. Ағылшын тілін бізбен бірге 2 айда 0-ден бастап дайындал. Толық ақпарат описаниедағы сілтемеде.